Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен мастикамен жұмыс жасауды үйренеміз. Мен видеоға осындай мастиканың түрін таңдап алдым. Өте ыңғайлы, дәмі де жақсы, топ декор деген мастика. Кез келген мастика ашылғаннан кейін қатты болып тұрады. Оны жұмсарту үшін 15 секунд интервалменен микроволновкаға салып алсаңыздар болады. Қатты жұмсарып кетпеу керек. Жалпы мастика қолдың жылуына да жақсы жұмсарады. Осылай мыжа берсеңіздер, мастика өзі жұмсарып кетеді. Мастикамен жұмыс үшін біз кукурузный крахмал пайдаланамыз. Оның ешқандай да зияны жоқ, қорықпай пайдалана берсеңіздер болады. Жалпы ашылған мастиканы мен пакеттің ішіне салып, жабық контейнерде құрғақ комнатный температурада сақтаймын. Холодильникке салудың қажеті жоқ. Құрғақ жерде сақтау керек, су тимеу керек мастикаға. Мастикадан декор жасау үшін мастикамызды 2-3 мм қалыңдықта жайып, оны керек формамызбен кесіп аламыз. Одан кейін оған керек болса шпажканы тығып, комнатный температурада кептіреміз. Мен көбінесе кәдімгі тақтайдың бетіне пищевой пленканы орап, соның үстінде кептіремін. Кепкеннен кейін барып шпажка тығатын болсаңыздар, мастика кішкене деформацияға ұшырауы мүмкін. Жазуға арналған формаларды да алдын ала осылай көп етіп дайындап, кептіріп, контейнерлерде сақтап қойсаңыздар болады. Керек кезінде пищевой фломастермен жай ғана жазуды жазып, торттың үстіне қоя саласыздар. Егер торттарыңыз крем-чизбен қапталған болса, оның үстіне мастиканы жай қоя салуға болмайды. Міндетті түрде еріген шоколадпенен изоляция жасау керек. Бұлай крем-чиздің үстіне әшейін қоя салсаңыздар, ол еріп кетуі мүмкін, және де жақсы тұрмайды. Торттың жанына жабыстыру үшін мастикамызға еріген шоколад, я болмаса шоколадный глазурьды жағып ұстап тұрсаңыздар, жабысып қалады. Кез келген молдтарды пайдаланып болсаңыздар, оның ішіне жақсылап кукурузный крахмалды сеуіп, артығын түсіріп тастаймыз. Сөйтіп жұмсақ мастиканың ішіне нығыздап тығып, кейін артығын пышақпен алып тастаймыз. Бұл әлдидің молды. Ондай молдтан шығару мастиканы кішкене қиынырақ, сол себепті молдты мастикасымен бірге морозилканың ішіне салып қоямыз. Кейін қатқаннан кейін шығарып түсіріп ала бересіздер. Егер де алып жатқан кезде мастика деформацияға ұшырап жатса, онда қайтадан морозилкаға салып қоямыз. Мінекей осылай өте оңай. Ары қарай мастиканы бояуға келетін болсақ, мастиканы кез келген пищевой водорастворимый гелевый красительдерменен бояй береміз. Ашық түс керек болса, зубочистканың ұшыменен ғана тегізіп қойсаңыздар, соның өзі түс береді. Маған кішкене қоюрақ түс керек болғасын, мен бір тамшы тамыздым, соның өзі жетеді. Егер қолыңызға красканы тиген қаламасаңыз, қолға перчатка пайдаланған дұрыс. Осылай араластыра берсеңіздер, өзі әдемі түс пайда болады. Егер сіздерге көп боялған мастика керек болса, разноцветный кондитерлік дүкендерде әр түрлі түстер бар, дайын упаковкада сатылады. Мына осылай араластыра берсеңіздер, әдемі түс шығады. Жалпы мастиканың торттың декорында кеңінен пайдаланады. Мастиканың көмегімен әртүрлі жан-жануарлардың формасын, гүлдер, жазулар, цифралар, әріптер, неше түрлі нәрселер жасап жатады. Ою-өрнек, тіпті сәукеле торттың оюлары барлығы осы мастиканың көмегімен жасауға болады. Мен мына жерде ою-өрнек молдын пайдаланып көрсетіп жатырмын. Бұл молдты пайдалану өте оңай, оны көріп тұрсыздар. Бұндай декорларды алдын ала жасап, дайындап, кептіріп қойған дұрыс. Сол кезде ол формасын өзгертпейді. Фигуралар жасап жатқан кезде мастиканы жабыстыру үшін кішкене су тигізсеңіздер, өздігінен жабысып қалады. Осылай әдемі фигура дайын болды. Тура осы әдіспенен әлдеге шапка жасасаңыздар болады, я болмаса қанат жасасаңыздар болады. Жалпы мастика пластилинге ұқсайды. Әр түрлі формаларға тез келеді. Тортты мастикамен қаптау жөнінде айтып кетейін. Тортты мастикамен қаптау үшін ол максималды түрде тегіс, әдемі, ровный торт болу керек. Мастиканың астына ең жақсы крем, ганаш, ол ганаш на масле. Торттың ішіндегі ылғалды сыртқа өткізбейді. Сырты тас сияқты болып, қатты болып тұрады.
максималды түрде оны жаңағыдай тегістеп холодильникке қойып қатырып аламыз. Одан кейін барып мастиканы 2-3 мм жайып қалыңдықта торттың үстіне төсейміз. Содан кейін барып арнайы приспособление бар, утюжок деген, сонымен бетін тегістеп жібересіздер. Торт мастикамен дайын. Жазу үшін де бізге әріптер керек болса, то же самое силиконды жақсылап кукурузный крахмал тегіземіз бұрыш-бұрыштарына, кейін ішіне нығыздап мастиканы салып, артығын пышақпен алып кесіп тастаймыз. Мінекей біздің әрпіміз дайын. Егер сіздерде ондай молттарыңыз жоқ болса, ютубтан қарап, қарапайым осындай әріптер жасасаңыздар болады. Мен қазір А деген әріпті жасауға тырысамын. Негізі бұны асығып жасағандықтан бұл онша емес болып қалды. Бірақ әдемі ғып тырысып жасасаңыздар болады. Міне мастиканың көмегімен осындай формалар жасауға болады. Видеоның басында айтуға ұмытып кетіп, мүлдем мастиканы пайдаланбастан алдын қолымыз, жұмыс жасайтын жеріміз, барлық жер судан, майдан таза, құрғақ болу керек. Ол өте маңызды, өйткені мастика өзіне шаң тозаңды қатты тез қабылдайды. 3D торт жасағыңыз келсе, сыртын қаптағанға негізі мастиканы пайдаланған оңайырақ, өйткені осындай детальдарын майда мастиканың көмегімен жасаған өте оңай. Балалардың торттарында көп пайдаланатын декор звездочка, проволоканы қадап, торттың үстіне қоя саласыздар. Пайдаланып болғаннан кейін қайтадан пакетке салып, орап, контейнерге салып қоямыз мастиканы. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер, қуана жауап беремін. Сіздермен бірге болған Шолпан.